Қайырлы күн, құрметті Бақыт Тұрсынжан қызының тыңдармандары. Менің дыбыстауыммен жазылған ғибратты әңгімелерді тыңдамас бұрын арнама жазылуыңызды сұраймын. Жоғалған сағат. Қала ішіндегі шағын бір саябақтағы орындықта қарт бір кісі отырған еді. Сол сәтте оған қарай бір жас жігіт жақындап былай дейді: «Мені танисыз ба, ұстазым?» деп сұрайды. Қарт кісі сәл кідіріп, жүзіне қарап, «Жоқ, танымаймын» деп жауап қатады. Сонда әлгі жас жігіт: «Мен сіздің бұрынғы оқушыңызбын» дейді. Қарт мұғалім қуанып, солай ма деп күлімсіреп, «Қазір немен айналысып жүрсің?» деп сұрайды. Жас жігіт: «Мен де сіз секілді ұстаз болдым» деп жауап қатады. Сонда қарт кісі: демек мен сияқтысың» дейді. «Иә, сіз секілді. Шынымды айтсам, осы жолды таңдауыма сіз себепкер болдыңыз. Сіз мені шабыттандырдыңыз. Сіздей болғым келді». Қарт кісі қызығушылықпен: «Мұғалім болуға қашан шешім қабылдағаның есіңде ме?» деп сұрайды. Сонда жас жігіт мынаны айтып береді: «Ұстаз, бірде мектепте оқып жүргенде сыныптасымның қолындағы су жаңа сағаты болды. Сол сағат қатты ұнады. Оны қалайда иеленгім келді. Ақыры ұрлап алдым. Біраз уақыттан соң сыныптасым сағатының жоғалғанын байқап, сізге хабар берді. Сонда сіз: «Бүгін бір сағат жоғалды. Кім алған болса қайтарып берсін» дедіңіз. Бірақ мен үндемедім. Сағатты қатты қалағаным соншалық қайтармадым. Сонда сіз есікті жауып, бәрімізге орнымыздан тұруды бұйырдыңыз. Бәрімізді жеке-жеке тексеретініңізді айттыңыз. Бірақ бір шартпен көздерімізді жұмып тұруымыз керек дедіңіз. Көзіміз жұмулы күйде сіз менің қалтамды қарап сағатты таптыңыз. Алайда өзгелердің де қалталарын қарап шықтыңыз. Тексеру ісі біткен соң: «Көздеріңді аша беріңдер, сағат табылды» дедіңіз. Бұл оқиға туралы ешқашан тіс жармадыңыз. Кім ұрлағанын ешкімге де айтпадыңыз. Ол күні менің ар-намысымды сақтап қалдыңыз. Бұл өмірімдегі ең ұятты күн еді. Бірақ сіз мені ұялтпастан, жекіп ашуланбастан, тіпті ақыл айтпастан тура жолды көрсеттіңіз. Сол күннен бастап мұғалім деген кім? Оның шынайы бейнесінің қандай болатынын ұқтым. Сіз үшінші бір адамның тағдырын үнсіз өзгерткен ұстазсыз. Сіздің арқаңызда мен де сондай болуға тырыстым. Сіз осы оқиғаны есіңізде сақтап қалған шығарсыз, ұстаз» деді. Қарт ұстаз сәл ғана жымиып: «Сағаттың жоғалғанын есімде сақтадым. Шынымен, барлық оқушыны тексердім. Бірақ сені есімде сақтамадым. Өйткені мен де көзімді жұмып алған едім» деді. Бұл нағыз ұстаздың болмысы. Егер біреуді түзету үшін оны жұрт алдында ұялту керек болса, демек сіз де үйретудің не екенін білмейсіз.